Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 15. Арам шөптерді жою үшін қолданылатын биологиялық объектілерді зерттеу. Арам шөптердің вегетативтік жолмен көбею, арам шөптерді тіршілік ортасының индикаторлары, улы арам шөптер және олардың зияны. Осындай 3 сұрақ қаралады. Арам шөптерді вегетативтік жолмен көбею. Аталған топтың негізгі өкілдерінің бірі жұмыр сәлем шөбі болып саналады. Бұлар қия көлендер тұқымдасына жататын көп жылдық түйнек тамырлы арам шөп, сабағы жылтыр, ұшқырлы, жапырағы жалпақ болып келеді. Жұмыр сәлем шөбі тұқымы арқылы және вегетативтік жолымен көбейеді. Жас өсімдіктердің жер астындағы сабағы алғашында төмен қарай өседі, содан 15-20 сантиметр тереңдікке жеткенде жоғары қарай иіледі. Иілген жерінде түйін аралығы жақындап, жер астындағы сабақтар бірігіп жуандайды. Сол жерде сопақша түйнек пайда болды. Міне сол түйнек вегетативтік көбею мүшесі болып табылады. Күзге қарай аталған түйнекте қоректік заттар қоры мол жиналады. Келер көктемде осы түйнектен жаңа өсімдік пайда болады. Ол гүлдейді, тұқым береді, содан кейін қысқа қарай өледі. Бірнеше жылдан кейін жұмыр сәлем шөбінің жер астындағы сабағы топырақтың терең қабатында бойлап өсіп, жаңадан түйнектер түзеді. Олар неғұрлым терең қабатта пайда болса, соғұрлым өркін кеш шығады. Сондықтан олардың зияны шамалы. Бұл арам шөп шалғынды батпақты, яғни ылғалды өте мол жерлерде өседі. Сондықтан Қазақстанның суармалы аймағында көп кездеседі. Жұмыр сәлем шөбінің бір ерекшелігі ол танаптың су жиналатын ойпан жерлерінде шоғырланып өседі. Міне оның өзі ерекшелігін оған қарсы күресу шараларын белгілегенде ескеру керек ететін қажет етеді. Топырақ қабатында жұмыр сәлем шөбінің түйнектері өте терең орналасқандықтан жер жыртқанда ол зақымдалмайды, яғни толық жойылмайды. Сол себепті бұл арам шөптерді жою үшін басқа агротехникалық шараларды жүзеге асыру керек. Атап айтқанда, танапта су жиналып қалмау үшін оны мұқият тегістеу қажет, және артық суды жоғалту үшін дренаж жұмысын жүзеге асыру керек. Мақта егісінде жұмыр сәлем шөбін жою үшін сүдігер жыртқаннан кейін әр гектар 15-25 килограмм эптам гербицидін қолданған жөн. Кіндік тамырлы арам шөп өкілдері олардың тобына қара емен, ащы жусан, кәдімгі бақбақ, дәрілік бақбақ және басқалары да жатады. Қара ермен, кәдімгі жусан. Бұлар күрделі гүлділер тұқымдасына жататын арам шөптер. Олардың сабағы қатты, жұмыр, қырлы және тырмақталған, биіктігі 2,10 метрге дейін жетеді. Ал ащы жусан тұқымы арқылы және вегетативтік жолмен көбейеді. Оның бір өсімдігі 700 мыңға дейін ұсақ тұқым бере алады. Тұқымның желмен ұшып таралуға қабілеттілігі күшті. Ащы жусанның кіндік тамырлы топырақтың 80 сантиметр тереңдігіне дейін бойлап өседі. Одан жан жаққа жайылған ұзындығы 5-15 сантиметр тамыр сабақтар пайда болады. Сол жердің бетінде өсіп шығады. Сөйтіп жаңа өсімдіктер дамиды. Олардың күзге қарай өзінің тамыр сабақтары пайда болады. Мұны осылай ащы жусан вегетативтік жолмен көбейеді. Ащы жусан
су құбырларының бойында, танаптарда жиі кездеседі. Бұл арам шөптерді жою үшін оның бір биологиялық ерекшелігін білу керек. Ең бастысы, биологиялық ерекшелігі оның вегетативті көбею мүшесін топырақтың беткі қабатында орналасуы. Сондықтан танаптың беткі қабатын екі бағытта сыдыра жыртса, онда ащы жусан тамыр сабақтарын бөлшектеп, оларды негізгі кіндік тамырларын бөліп тастау керек. Ол кесілген тамыр сабақтың қаулап өсуіне мүмкіндік беруі мүмкін. Арам шөп көктеп шыққаннан кейін жердің терең етіп соқамен сүдігерге жыртады. Ал жусан өскен алқапты оны көлеңкелеп өсуіне кедергі жасайтын қара бидай, қара құмық сияқты дақылдарды себу жақсы нәтиже береді. Келесі сұрағымыз, арам шөптер тіршілік ортасының индикаторлары. Оларға таралуы шектелген, немесе біздің елде болмайтын ерекше зиянды арам шөптер жатады. Міне осыған орай ішкі және сыртқы карантиндік арам шөптерді ажыратуға болады. Ішкі карантин арам шөптері қатарына жататын жусан жапырақты ойран шөп. Бұл арам шөп Алматы облысында кең таралған. Және осы Алматыда аталған арам шөп 500 гектарға жуық жерде өседі. Облыс бойынша ең көп тараған жерлері Іле, Қарасай, Батыр, Еңбекші Қазақ аудандарында. Ішкі карантиндік арам шөптерге бұдан басқа қызғылт өкекіре, жөргем шөп жатады. Сыртқы карантиндік арам шөптерге бұзыр, жабайы құмдағысы, калифорниялық жусан жапырақты ойран шөп жатқызуға болады. Жусан жапырақты ойран шөп бұл кеш пісетін карантинді, қос жарнақты, күрделі гүлді тұқымдастарына жататын жаздық арам шөп. Биіктігі 20-25 сантиметр. Кіндік тамырлы, топырақта 4 метр тереңдікке дейін бойлайды. Тұқымы сарғыш қара қоңыр түске дейін бояланған. Антоциандық пигменті бар. Ұзындығы 2,5-3 метрге дейін. Көлденең 1,5 миллиметрге дейін. Мың дәннің массасы 2-2,5 грамм. Көктеген кезде жусан иісі ащы дәм болады. Алматы облысы жағдайында маусым айының аяғы күзге дейін гүлдейді. Тұқымы жиналғаннан кейін пісіп жетілуге қажет етеді. Жусан жапырақты ойран шөп тұқымымен ластанған мал жемін үгіту, бұқтыру және басқа да шараларды жүзеге асыру керек. Агротехникалық шараларға ерте пісетін дақылдарды жинау, немесе жинап болғаннан кейін топырақты ылғалды мол жерлерде 6-8 сантиметр, аз ылғалды аз жерлерде 8-10 сантиметрлікке дискілі сыдыра жыртқыш өңдеу жатады. Улы арам шөптер өкілдері бұл арам шөптердің ішінде адамдарға және малдарға қауіпті болып келеді. Олардың ішіндегі өсімдіктердің өздері, мысалы сасық мендуана, немесе жас көктері, құмай шөп, егістік қанат жеміс, жерге шөп улы болып келеді. Улы арам шөптерге жататындар кәдімгі қарамықша, қыздырма, үй бидайы, қызғылт өкекіре, қара мендуана, кәдімгі сиякөк, май шөптері жатады. Арам шөптерді сандық әдіспен есепке алғанда танапты қиғаштап етіп әрбір
kenarалық қашықтыққа рамы қойып, оның ішіндегі мәдени өсімдіктерді және арамшөптерді санайды. Содан кейін бір рамадағы не бір шаршы метр жердегі арамшөптердің орташа есеппен алғандағы санын анықтап, олардың мәдени өсімдіктердің саны неше пайызы екенін шығарады. Бұл ретте мәдени өсімдіктерді 100%-да өсе алады. Арамшөптерді есептеуді сандық таразылық әдіспен жүргізгенде танаптағы қиғаштап етіп әрбір kenarалық қашықтыққа көлемі 0,25 шаршы метр раманы қойғаннан кейін барлық арамшөптерді санайды. Содан кейін оларды сол жерде өлшеп дымқыл салмағын өлшейді. Кейін көлеңкі жерде арамшөптерді кеп аулық құрғақ салмағын анықтайды. Кейінгі екі әдіс ғылыми зерттеу мекемелерінде кеңінен қолданылады. Арамшөптерді көзбен мөлшерлеу әдісі бойынша есептеуді алынған материалдар танаптың арамшөптермен ластану картасын жасауға пайдаланылады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.